Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай жеңіл асқазанға және де диета ұстап жүрген ханымдарға өте дәмді ас дайындап көрсетпекші боламын. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл жерде асқабақ та және болгар бұрышы және де кабачки бар. Бізге керекті бұл жерде 80 грамм күріш және де 300 грамм фаршымыз керек. Фаршымызға бір үлкен жуаны ұсақтап жақсылап турайтын боламыз. Ары қарай менімен бірге болып соңына дейін видеоны қарап кетсеңіздер. Бізге келесіде керекті көкөністерден 2 кабачки керек және де болгар бұрышы, асқабақ керек. Асқабақты мен сопақ, құмыра тәріздес асқабақты алдым. Бұлардың іштерін тазалайтын арнайы құрал болады. Менде ол құрал болмағандықтан мен кәдімгі шай қасықпенен іштерін осылайша етіп, корзинка тәріздес етіп тазалап алдым. Соңына дейін тазаламайсыңыз. Ішіне фарш салғанда түбі жабық тұру керек. Барлығын осылай бірінші тазалап аламыз. Ал көріп тұрғанда міне бәрін көкөністердің іштерін тазалап алдым. Ішіндегі мияқтарын тастамаймын. Оны қазір асымызбен бірге духовкаға пісіретін боламын. Манағы фаршымызға жуамызды салдым және де қызыл бұрыш салдым, кішкене қара бұрыш салдым дәміне қарай. Жаңағы күрішімізді жуып тазалап қайнап тұрған суға 15 минут бұқтырып алдым. Оттың астын жақпаймыз, тек ыссы суда бұқтыратын боламын. Және де бір зубчик чеснок салып жібереміз. Бұл жерде чеснок өте дәмін жақсы келтіреді асымыздың. Және кішкене паприка салдым. Паприка да өте ерекше дәм береді. Келесіде бір жуамызды және морковымызды осылай турап алып, майға қуырып, поджарка дайындайтын боламыз.
Көріп тұрғандай пожаркамызге толық дәмдеуіштерімізді салдық. Келесіде бір 200 граммдай суымызға бір шай қасық томатымызды салып, араластырып үстіне құятын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай енді толық пожаркамыз дайын. Ал қыздар, мінекей толық көкөністеріміздің ішін фаршпен толтырдық, барлығын тізіп, арнайы осындай духовкаға арналған антипригарный ыдысымызға барлығын да тізіп салдым. Ендігіде бетіне жаңағы дайын тұрған поджаркамызды құйып шығатын боламыз. 50 минут 230 градус ысыда пісіріп аламыз духовкаға. Өте әдемі дәмді болып шығады. Осылайша етіп жасап көріңіздер, қыздар, өте керемет болып шықты. Егер де менің жасаған осындай тағамдарым ұнаса, сіздерге міндетті түрде лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен өте қуанып қалар едім. Алдағы уақытта көптеген дәмді астарменен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, және де өздеріңіздің достарыңызға менің каналымды жіберуді ұмытпаңыз.